Сәлем достар, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы полдник, қайырлы обед, қайырлы полдник обед. Бүгін біз сіздермен рок-н-ролл дейтін бағыттағы әндерді үйренетін боламыз. Бұл үшін бізге гитара қажет. Және де мынандай очки керек, бұдан да сосын прическа керек, мынандай емес, басқаша өздерің түсіндіңдер ғой, короче, американский. Мынандай кожаный куртка керек. Мына кожаный куртка ма? Кожаный куртка болады. Қара куртка. Иә. Короче, барахолкадан мынандай кожаный куртка аласыңдар. Бізге тек қана 3 аккорд керек. Элвис Преслидің әнін үйрену үшін. Ол үшін бізге мына А керек. Одан кейін Д. Одан кейін Е. Сонда А, Д деген жазу шығады. Соны білмейсіңдер ма? Мына А деген аккорд. Одан кейін Д деген аккорд. Одан кейін Е деген аккорд. Ладно, үйретейін сендерге аккорд. Музыкальный индустриядан хабары бар балдар білет аккорд деген не екен. Солардан сұрауым. Так, мына примерно мынандай болады.